Ой, пысық болып бастадың, тағы не істейін деп жатыр екен? Нема, сен көп сөйлейді екенсің, түсші үстімнен, ауыр болып кеттің. Кухняға келіп бүгін не тамақ істесем екен деп ойланып отырған кезде есіме морозилкадағы ханымдарым түсіп кетті. О деп морозилкаге бардым. Қатып қалдық қой, өзін сақ қойса ғой осы морозилкаге. Неге ұрысқа бір табан жақын тұрасыңдар дедім да майды алып, мына листерді майлауға кірісіп кеттім. Оны тез майлап алдым да мантыларымды қойып шықтым ішіне. Қой, бұлардың да үстін майлап қояйын дедім де жылтыратып майладым да. Беттеріміз жылтырап кетті ғой, не жақтың ау? Андай тональный ма бір нәрсе жаққан шығар. Пудра жақтым, пудра дедім да екінші листті солай тез майлап мыналарды орналастырып қойдым. Сосын фчук етіп оларды газге жібердім да қойны столдың үстін тез жинайын, ханымдарым піскенше дедім. Валя, менің ханымдарым пісті, бізге ас болсын. Сосын тамақтанып болған соң, қараңыздар, осындай күшті жерге келдік. Әпшеммен, қыздарыммен осындай паркте демалып қайтайық деп, әрі тамақ сіңірейін деп. Осы жерге барып ойнататын боламыз қазір. Қараңыздар, қала қуанады да, демалыс күндері осылай бала шағамды паркке әкеп ойнатып тұрамын. Ал сіздер ше?